Ең есі жағымды кітаптар бұл ескі кітаптың иісі деп есептелінеді екен. Ол жердегі иіс негізінен мына қаламның және сияның уақыт өте келе химиялық өзгеріске ұшырауының әсерінен пайда болған дейді. Тек қана бұл емес, бұл кітаптың адамға әсер ететін сондай бір жағымды эмоция сыйлайтынның себебі осы кітаптарды ұстаған кезде адамның бала кезіндегі оқыған жаңағы әліппесі, ана тілі есіне түседі екен. Тіпті осы ескі кітаптың иісінің адамдарға ұнайтыны соншалықты ескі кітаптың иісі деген парфюмдер де шығарылады екен да. Достың ескісі, заттың жаңасы жақсы демекші, бұл ескі кітаптар бұл адамның жанындағы таптырмас серігі, сенімді серігі дейді ғой. Досы кітап адамның бала кездегі естеліктерін есіне түсіреді. Сондай кітап оқыған адамның ойлауы жақсы жұмыс жасайтын болады. Яғни бір мәселені жан-жақты қарастыра алатын, логикасы мықты, шешім шығара алатын қабілеттерін дамытады. Яғни ойына салмақ түспегеннің бойына салмақ түседі дейді ғой. Яғни ой еңбегін жақсартатын таптырмас құралдардың бірі. Тек қана оқып қана қоймай, өзіңнің айналаңдағы достармен бірге талқылап, талдау адамға өте бір керемет пайдасын тигізеді.